бейнелеп сан ғасырды елтаңбасы елімнің таратарлықы киесінде желімдей отырып, енді Қазақстан Республикасының елбасы жөнінде мейірбикесі мамандығының бірінші курс студенті Тұрсынтаевның таныстырылуына кезек берсек. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін символикалық айырым белгілері. Мемлекеттік рәміздер белгілі бір мағына берерлік, өзара үйлесімде орналастырылған жанды, жансыз заттардың бейнелерінен құрастырылады. Мұндай бейнелер үйлесімнен мемлекеттің, елдің арман мұраты өзін-өзі түйсінуі көрініс береді. 1992 жылы 4 маусымда президент Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы елтаңбасы әнұранды туралы заңға қол қойған болатын. Әнұран гимн көне грекше химнс деген сөзден шыққан, мадақтау ән деген мағынаны білдіреді. Әнұран гимн салтанатты ән мемлекеттік негізгі рәміздерінің бірі. Кеңестік дәуірде 1945 жылы бекітілген. Қазақстан әнұранының сөзі коммунистік идеология талапына сай жалған оптимистік рухта жазылды. Дербес мемлекет болғаннан кейін Қазақстан Республикасының шынайы рухы мен қуатын, мақсат мүддесін танытатын әнұран қажет болды. Сол себепті 1992 жылдың 4 маусымында әнұран бекітілген болатын. Бірақ ол 2006 жылы қайта өзгертіліп, 7 қаңтарда жаңа әнұран пайда болды. Сөзін жазғандар Жұмакен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев, музыкасын жазған Шәмші Қалдаяқов. Әнұранның әуенінен отанға деген сүйіспеншілік, атамекенге деген шексіз берілгендік аңғарылса, сөзінен жан дүниемізді танытар ұлттық қасиетіміз және бейбіт пейіліміз байқалады. Әнұран қай кезде шырқалады деген сұрақ туындаса, әнұран республика, облыс, аудан көлеміндегі маңызды салтанатты мәжілістерде орындалады. Әнұран туралы өлең жолдарымен өз сөзімді аяқтасам. Әнұраны елімнің шақырады бірлікке, егеменді халқымның болашағы бірлікте. Саттық кернеп жүректі жеңіс туын көтерген. Жетіп бізге шетелден көкке әнұран шалқиды шашаның сазыны. Жігер беріп қайратты бәрімізді мәз қылып жаңғыртады аймақты дей отырып. Енді рәміздеріне орай өз шығармашылығынан Қазақстан рәміздері елдігімнің белгісі тақырыбындағы өз жолдарымен мейірбикесінің мамандығының бірінші курс студенті Тұрсынова Гүлназ бен Есенғазы Балғыр қарсы алайық. Әнұран. Қаһарман қажыр қайратым, шайлықпас текті айбатым, арман, абырой толғаныс айтылатын арзатым, жұртымның мұң мұратын құлқыма құйып тұратын. Еліме қайрат тәуелсіздікке мән берді. Әнұраным, жанұраным тәуелсіздікке тән белгі, еліме рух мән берді. Көк туым, қаһарман қажыр қайратым, елтаңбам, шайлықпас текті айбатым, арман, абырой толғаныс. Әнұраным, айтылатын арзатым, тұғырың, биік болғай туған елім. Сен неткен ұлы едің, көркем едің, рәміздері қазағымның жан жүрегі, мәңгі болғай халқымның рух жігері. Кең байтақ қой Қазақстан картасы, Астанамен айшықталған ортасы. Бүгін бізге таңдай қағар күллі әлем, мұның бәрі енді Қазақстан елінің арқасы дей отырып, емдеусі мамандығының бірінші курс студенті Қорғанбай әйгерімнің атамекен әнін қарсы алды. Кең далам толған айым, домбырам қолғалайым, жырлайым. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сені атамекенім. Теңіздей тебірендім, тербедім, сапарда сағынышым сен менің. Дүние-ай сырларындай, мөлдіреп тұрғанындай, сағындым сені атамекенім. Армандаған күндер-ай, жолды ұзатқан түндер-ай, көзім туа өмірден, күн суретті күндер-ай,
Бейнелеп сан ғасырды елтаңбасы елімнің, таратады жас үлгі кезінде жерімнің де отырып, енді Қазақстан Республикасының елтаңбасы жөнінде мейірбике мамандығының бірінші курс студенті Тұрсынтай айымның таныстыруына кезек берсек. Өз сөзімді рәміздерге арналған керемет өлең жолдарынан бастасам деп едім. Рәмізім елдігімнің белгісі, білу керек баладағы ең кіші. Рәміздерім әнұран ту елтаңба, рәміздерді жатқа білген жөн кісі. Елтаңба. Елтаңба мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Елтаңба термині немістің ербе, мұра деген сөзінен шыққан. Мемлекеттің мәдени және тарихи дәстүрін бейнелейтін символдық мәні бар үйлесімді пішіндер мен заттардың мирастық ерекшелік белгісін білдіреді. Егеменді Қазақстанның елтаңбасы 1992 жылы ресми түрде қабылданған болатын. Оның авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков және Шотаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды. Бұл ұлы дала көшпенділері айрықша қастер тұтқан өмір мен мәңгіліктің символы. Рәміздік тұрғыдан Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының негізі шаңырақ. Шаңырақ мемлекеттің түп негізі, отбасының бейнесі. Шаңырақтан шыққан оқтар күн арайларын еске салады. Ал бес бұрышты жұлдыз елтаңбаның тәж іспетті. Тұлпар дала дүлдүлі, ер азаматтың сәйгүлігі, желде ескен жүйрік аты, жеңіске деген жасымас жігердің, қажымас қайраттың бейнесі. Ал қанатты тұлпар қазақ поэзиясындағы кең тараған бейне. Ол ұшқыр арманның, самғаған таңғажайып жасампаздық қиялдың кейпі. Қанатты тұлпар уақыт пен кеңістікті біріктіреді. Ал осы елтаңбаның төменгі тұсында таспа белдігінде ірі әріптермен мемлекет атауы Қазақстан деген жазуы бар. Өркениет өрінде нұр төгеді елтаңба, Ақорданың төрінде де отырып, енді Қазақстан Республикасының елтаңбасы жөнінде мейірбике мамандығының бірінші курс студенті Ахметова Әселдің өлең жолдарына кезек берсек. Тәуелсіздікті таңдаған айтылсын әсем арман ән. Қазақтың туы көгілдір, қыран боп көкте самғаған. Елтаңбасы елімнің неткен айбат әдемі, тұнығындай көңілді ортқан әлемі. Құт береке шаңырақ, орын алған ол төрден, қанатты қос арғымақ, екі жақтан көмкерген. Тәуелсіздік жолында талай-талай тер тамған, билігім өз қолымда, еркіндігім елтаңбам. Шаттанғын қазақ, шаттанғын атқан үшін ақтаңның, босқын боп келген қаншалықты ажалдан аман ап қалдың. Енді Қазақстан Республикасының туы жөнінде мейірбике мамандығының бірінші курс студенті Шамшиден Айбектің таныстыруына кезек берсек. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, ол мемлекеттік рәміздердің бірі болып саналады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1992 жылдың 4 маусымында Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы туралы, мемлекеттік елтаңбасы және де мемлекеттік әнұранның музыкалық редакциясы туралы заңға қол қойды. Енді тудың сипаттамасына келетін болсақ, мемлекеттік ту ортасында 32 сәуле тараған күн бейнеленген. Күннің астында қалықтаған дала қыраны бар, көгілдір түсті тік бұрышты кездеме. Ағаш сабына бекітілген тұста ұлттық оюлармен кестеленген тік жолақ өрнектелген. Күн, арай, қыран және де ою-өрнек алтын түсті. Тудың ені ұзындығының жартысына тең. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы суретші Шәкен Язбеков. Бірыңғай көк көгілдір түс төбедегі бұлтсыз ашық аспанның биік күмбезін елестетеді және Қазақстан халқының бірлік, ынтымақ жолындағы адалдығын аңғартады. Бұлтсыз көк аспан барлық халықтарда әрқашанда бейбітшілік пен тыныштықтың, жақсылықтың нышаны болған. Мемлекеттік ту мемлекеттік рәміз болып табылады. Сол мемлекеттің өкіметінің белгісі. Шетелде ұлттық байрақ деген термин көп қолданады. Оның себебі ол елдерде ұлт деген түсінік этникалық қатынасты емес, азаматтық белгілейді. Қазақстан Республикасының туы әнұран орындалған кезде, немесе Қазақстан Республикасының президенті басқа ел мемлекеттерге сапарға шыққан кезде көтеріледі. Ал Қазақстан Республикасының туы қаралы хабар естіген кезде тұғырынан түсіріледі. Еліміздің туы тұғырынан түспесін. Мемлекеттік рәміздерімізді қадірлеу тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматының қасиетті борышы. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу елді, халықты, тарихты, әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді қастерлеу болып табылады. Қазақстан туымен тұғырлы, елтаңбасымен еңселі, әнұранымен айбатты ел. Көзімнің қарашығындай сақтауға, құрметтеуге, Мақтанышпен қорғауға, тұмардай сақтауға,
Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын бұлжытпай орындаймыз. Елімнің туын, елтаңбасын, әнұранын сыйлап қастерлейміз. Бүгінгі ұрпақ болар елдің ертеңі дей келе, бүгінгі мемлекеттік рәміздер ұлттық мақтанышымыз атты тәрбие сағатымыз өз мәресіне де келіп жетті.